Ағзаңызда цинк азайса, ақыл ес те азаяды. Иә, расымен де тура солай. Себебі адам ағзасының қалыпты жұмыс жасауы жолында цинктің алар орны ерекше. Цинк бізде орталық жүйке жүйесіне, яғни ойлау қабілетіне, есте сақтау қабілетіне, зейінге тікелей жауап беретін болады. Онымен қоса сіздің теріңіздің құрғақтығының алдын алады, терінің жасаруы және терінің жақсаруы, шаш пен тырнақтың сынғыштығының алдын алады. Және әйелдерде және ерлерде әртүрлі қабыну процестерінің алдын алады. Жалпы негізінен жүктілікті жоспарлап жүрген әйелдерге осы цинк препараты тағайындалады. Себебі ол жердегі, яғни жатырдағы қан айналымды жақсартады, әртүрлі патологиялық процестердің алдын алады және оны тікелей емдейтін болады. Онымен қоса біздің бауырда, бүйрекке арнайы сұраныс болады осы цинкке. Егер де сіздің ағзаңызда цинк жеткілікті болған жағдайда бауыр және бүйрек сырқаттарынан аман боласыз. Онымен қоса цинк тікелей иммунитетке жауапты бірден-бір элементтердің бірі болып табылады. Денсаулығыңызды күтіңіз. Егер видео ұнаса лайк басыңыз, пікір жазыңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз.